Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді чизкейк жасайтын боламыз. Нью-Йорк чизкейкі. Үй жағдайында сіздерге оңай жасалатын жолын үйретемін. Өте дәмді болып шығады, жасалуы өте оңай. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте қызықты, оңай рецепттерді табасыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Мен үй жағдайында чизкейкті дәл осылай үй жағдайында қамыр дайындап жасауды көрсетемін. Негізі дайын дүкеннен песочный печеньені сатып алып, блендерде езіп жасауға да болады. Ең алдымен дәл видеодағыдай сармай мен ұнды жақсылап қолымызбен мұжып араластырып аламыз. Үстіне қант ұнтағыны, қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сармай бізде тоңазытқышта тұрған болуы керек. Үстіне бір жұмыртқаны салып, қолымызбен араластырып, қамыр илеп аламыз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Оны пакетке орап, жарты сағатқа міндетті түрде тоңазытқышқа саламыз. Қамырымыз дайын, оны пергамент қағазына жұқалап жайып аламыз. Міне қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді оны 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут уақытта пісіріп аламыз. Толықтай суытамыз. Суығаннан кейін барып блендердің көмегімен езіп майдалап аламыз. Егер де сіздерде блендер болмаса, жай оқтаудың көмегімен де дәл осылай езіп алуға болады. Енді оған ертіп алған сармайымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сармай бізде 72%-дан жоғары болуы керек. Жақсылап араластырамыз, сосын формамызды дайындап аламыз. Форма менде 22 диаметрлі форма, астын фольга қағазымен жақсылап орап аламыз. Біздің дайындап алған қамырымызды салып, жайғастырып шығамыз. Бірінші қасықтың көмегімен бортиктарын шығарып аламыз. Сіздерге қалай ыңғайлы болса, солай жасасаңыздар болады. Қасықпен, бокалмен, стаканның көмегімен жасауға болады. Жақсылап тегістеп, қатырып, бортиктарын шығарып, астыларын тегістеп, қатырып аламыз. Бортиктарын шығарып болғаннан кейін, міне мен дәл осылай ыдыстың көмегімен астыларын тегістеп алдым. Енді бортиктарының жоғары жағындағы қисайып тұрған жерлеріні қасықпен осылай алып тастаймыз. Шетін барлығын тегістеп аламыз. Енді осы дайын формамызды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Осы арада біз салмасын дайындаймыз. Салмасына біз сүзбелі ірімшікке, яғни творожный сырға қант ұнтағын салып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Миксер, блендер қолданбаймыз, тек қана осылай қасықпен араластырып аламыз. Қант ұнтағымен араласқан кезде біздің сүзбелі ірімшігіміз кішкене осылай жұмсайды. Оның үстіне 33%-дағы сливкиді саламыз, 3 жұмыртқаны саламыз. Венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша, комоктары қалмағанша жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді тоңазытқыштан форманы шығарып, дайын салманы саламыз. 130-140 градуста қызып тұрған пеште 1,5 сағат уақытта пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан кезде чизкейктің үсті осылай көтеріліп шығады. Сосын суығаннан кейін барып, ол басылады. Формасынан алмастан толықтай суытып аламыз. Суығаннан кейін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Сосын формасынан шешеміз. Осындай өте әдемі, дәмді чизкейкіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасалуы оңай. Қазір ішін кесіп көреміз. Міне қараңыздар, қандай әдемі, өте тәбетті ашатын, дәл дүкендердегідей чизкейк болып шығады.
ішін қараңыздар. Өте дәмді болып шығады, нәзік, дәм ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздерді қызықты рецепттермен қуантып отыратын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.